Сабағымыз ол видеоны YouTube'қа видео салғаннан кейін значок қоямыз бетіне. Сол значокты, яғни бетіне фон дейді ғой, соны қалай жасаймыз, қалай әдемі етіп әрлейміз. Міндетті түрде YouTube'қа видеоны салғаннан кейін оның фоны дейді ғой, жаңа значогы әдемі тартымды болу керек. Контент әдемі тартымды болу үшін, видеоны көру үшін, адамдарды қызықтыру үшін значок, яғни фон өте маңызды, және тақырыбы, жаңағы фонда жазылған тақырыбы ол өте маңызды. Тақырыпқа байланысты адамдар сіздің видеоңызды көреді. Видеоның просмотры негізі сол тақырыпқа да байланысты болады көбіне. Фонға әдемі фото немесе қалай жасалған адамды тартып тұру керек. Ол үшін қандай программа керек бізге? Ол үшін бізге PicsArt программасы керек, айтқан, және Snapseed керек. Snapseed және PicsArt программасы. Бірінші PicsArt программасымен көрсетейін. Мына PicsArt программасын сіздерге алдында айтқанмын, алдыңғы сабақтарда қалай жазып алуға болатын. Мына жерде кіргеннен кейін плюс батырмасын басамыз. Сонан соң мына жерде смотреть все деген тұр. Бірақ мен қазір мына жерден популярные фоны деген тұр. Осыны басамыз. Популярные фоны дегенді. Сосын мына жерден мен ақ түсті таңдаймын. Енді қараңыздар, инструменты деген тұр. Осыны басамыз. Мына жерде gold дегеннің астында тұр ғой, дәл соның қасында. Осыны басамыз. Обрезать деген тұр, обрезать. Осыны басамыз. Содан кейін мына жерде размерлер шығып тұр. Қай размер керек? Міне. Мына жердегі размерлардың барлығы квадрат, 3x4, 3x2, портрет, әртүрлі размерлер тұр. Фейсбуктың посты, обложкасына арналған, жалпы Pinterestке арналған. Енді бұл жерде бізге керегі YouTube'қа арналған формат. Міне, YouTube'тың форматы алынды. Мына жерде YouTube деген тұр. Осыны басамыз. Ең PicsArt'тың жақсы жері осы. Міне, готованы басамыз. Сонан соң бұның үстіне қандай фото қоямыз. Міне, дальше мынаны жылжытсаңыздар, добавить фото деген тұр, плюс батырмасымен. Осыны басамыз. Өткендегі түсірген видеоның, яғни салатымыздың фотосы. Бұл енді сіздерге мысал ретінде. Осыны аламыз. Біреуін таңдаймыз. Мысалы, мынаны таңдайын мен. Немесе мынаны деген сияқты. Мынаны таңдай берейін. Добавить деймін. Мына жерде обрезать деген тұр. Осыны басып, бұлай қиып аламыз. Осылай кішкене қиып аламыз. Міне. Сосын готованы басамыз. Міне, осындай болып шықты. Енді астына жазуын жазамыз. Текстін жазамыз. Әдемі бір ерекше, аты да бір тартымды, көргің кеп тұратын, бір қызығып тұратын, қызығушылығы бар бір тақырып болуы керек. Бір помидордан ерекше салат деген сияқты. Міне осылай жазамыз.
Помидордан ерекше салат деп мына жерде мына қараңыздар шрифт дегенді басқан кезде мына жерде гё деп тұр. Мынандай қасында коронасы барлар, олар платный нелер, оларға тиіспейміз. Мына жерде бесплатныларды пайдаланамыз. Міне осындай қараңыздар. Осындай қылып немесе мына жерде басқандай шрифттің түрлері бар. Мен мына шрифтті қойдым, өйткені өте қалың шрифт көзге тез түседі. Енді бұның түсін қалай қоямыз? Негізі YouTube'да көзге анық түсетін түстер және әріптер кішкене көрінетіндей болуы керек. Прям неден былай көрініп, ерекше көзге түсетіндей болуы қажет. Сол үшін мына жерде түстерді өздеріңіз келтіріп алуларыңызға болады. Ашық, сары, біз көрінбейтін түстің қажеті жоқ. Мысалы, мына қызыл түсті мен таңдаймын. Қызыл түсті таңдадым, міне. Мына жерде стрелканы басамыз, сол кезде сохранение деп тұр, ол уже сақталады.